Баршаңызға қайырлы күн. Гороховый супты бәрі жақсы көргенімен, оны қалай тез әрі дәмді дайындалатынын көп ханымдарымыз білмей жатады. Міне бұл рецепт арнайы сіздер үшін. Біздің етіміз пісіп жатырған уақытта горохымызды осылай әзірлеп алу керекпіз. Себебі былай әзірлемесек, біздің горохымыз 3,5 сағат піседі. Өзімде алғаш рет солай болған болатын. Содан кейін ізденіп осындай оңай рецептін тауып алдым. Бұл арқылы сіз 20-30 минутта дайындап үлгересіз. Міне, үлкенде 30-қа саламыз. Мен бір сорпа ішетін касемен бір касе салам. Және де осыған бір қасыққа, ас қасыққа жеткізбей ас содасын қосамыз да үстінен қайнап тұрған соды қоямыз. Араластырамыз да дәл осы күйінде 30 минут қоямыз. Бұл 30 минут қойғаннан кейін сіздің горохыңыз кәдімгідей жұмсарып, уже дайын тұрады пісуге. Картоптарымызды турап аламыз, ұсақтап. Және де морковты теркадан өткіземіз. Негізі кез келген тамаққа морковты теркадан өткізгенді жақсы көремін, себебі біздің отбасымызда морков дұрыс желінбей қалады көбіне. Теркадан өткізсеңіз барлығын жеп қояды. Дайындап болғаннан кейін горохты да, картопты да, морковты да барлығын бірге пісуге жақындаған етіміздің жанына салып жібереміз. Барлығы 20-30 минутта дайын болғаннан кейін үстіне дәмдеуішіңізді, тұздарыңызды, тағы да қандай қосқыңыз келетін дәмдеуіштер болса, соны қоссаңыздар болады. Бұл гороховый суптың отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазыңыздар, бізге жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.